Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге ең дәмді, ең жұмсақ, дәмі өте керемет булочки заварный крем рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыз. Керекті ингредиенттер: ерітілген сары май, жұмыртқа, сүт, ұн, дрожж, қант. Біріншіден ыдысқа сүтімізді құйып алдым, ерітілген сары майды салдым, қантымызды салдық, жұмыртқамызды салдық, дрожжымызды салып, жақсылап араластырып алдым. Ұнымызды салып, блинчиктің көмегімен тағы араластырып алдым. Екінші кезек ұнымызды салдым. Қолымызбен жақсылап иілеп алып, бетін жауып қоямын көтерілгенше. Заварный кремін дайындаймын. Жұмыртқа мен қантты салып, жақсылап блинчиктің көмегімен араластырып аламыз. Крахмалды салып, оны да араластырамыз. Ыдысымызға сүтті құйып, газге жылытып аламын. Жылынып болған сүтті газден алып, заварный кремге құямын. Кезекпен кезек ыдысымызға қайтадан құйып, газге қоямын. Қоюланғанша сары май саламын. Қоюланған заварный кремді газден алып, басқа ыдысқа құйып қоямын. Сливкиді соғып алып, заварный кремнің үстіне саламын. Нанымыз дайын болды. 9 бөлікке бөліп алып, қолымызбен әдемілетіп противеньге саламын. Бетін жауып қоямын көтерілгенше. Жұмыртқаның сарысын жағып, духовкаға 150 градусқа саламын. Булочкамыз дайын болды. Видеодағындай қылып 7-8-ге бөліп заварный крем жағамыз. Булочка дайын болды. Сіздер де жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.